Алаға мына адамды микрокосмос дейді ғой. Ғарыштың кішкене моделі. Көшірмесі, иә. Көшірмесі. Ал сонда сіздің жаңағы тұлғаңызды зерттеу арқылы ғарышты тануға болады ғой халыққа? Болады, бәріне. Көбісі қазір енді ғарыш мектебі ашылғаны, ғарыш заңдары ашылып жатқаны, оның қосымша тіпті бір адамның толық өмірі ашылғаны, ол үлкен ғажайып қой. Ол ғажайыптың биіктігі сондай, оны қазіргі ғалымдар сенуге тіпті шамасы жоқ. Қарсы шығуға білім жетпейді, а сенуге сезім жетпейді. Сол енді екі ортада қалды. Не ана жақтағы емес, не ақ емес, не қара емес, не жаман емес, не жақсы емес. Еврейдің бұйрығымен жоқ. Информационный өлім деген информациялық сезім деген.